Қара шаңырақ иесі атанғаннан кейін өмірім оңай болмады. Тұрақты жұмыс жоқ. Балаларымды асырауға табыс жетпей, әке-шешемнің зейнетақысына телміріп отырғаным намысқа тиді. Ішім күйіп, сырт көзге күлген болам. Бір күні сыныптас досым хабарласты. Астанаға кел, жұмыс бар, құрылыс бастаймыз деді. Жүрегім атша толып қуана келістім. Әйелім мен анамды үміттеніп көзіме жас үйілді. Міне, біз де еңсемізді көтереміз деп ойладым. Астанаға келсем, құрылыс әлі басталмаған. 4 жігіт бірігіп пәтер жалдап тұрдық. 3-і бойдақ, мен ғана отбасылы едім. Алғашқы күндері адал оймен жүрдім. Бірақ жігіттердің әңгімесі күнде бір арнаға тірелетін. Өмір қысқа, жігіттік дәурен өтеді. Бір рахат көріп жүріп өлеміз бе? Қыздарды шақырайық деді. Әуелде күлген болдым, бірақ іштей шайқала бастадым. Бір күні олар 2 қызды ертіп әкелді. Қысқа белдемшелері тізеден жоғары, 2 анары кеудесіне шығып кетердей тырсылдап тұр екен. Алдыма сыра қойылды, басында тартындым. Бірақ қыздардың бірі қасымда отырып құлағыма сыбырлады. Аға, ауылдан келген сияқтысыз ғой, көңіліңізді көтерейін бе деді. Сол сөзден кейін жүрегім дүрсілдеп, қолым өзінен өзі оның жалаң болған 2 анарының ұшына тиіп кетті. Мен шыдамастан оны диванға жатқызып, іш киімін шешіп, істі бастап кеттім. Ол болса көзі сәл жұмылып, мені 2 аяғымен қысып алды. Түн ұзарды, арақ та әнде тоқтамады, менің де еркім кетті. Сол түннен бастап менің өмірім басқа арнаға бұрылды. Бір рет дәмін татқан соң қоясың ба? Әйелім телефон шалса, жұмыстамын, уақыт жоқ деп асығыс жауап беріп жүрдім. Ал қыздармен кездескен сайын құмарлығым арта түсті. Қалаға келген алғашқы күндері өзімді ұстап бақтым. Бірақ уақыт өте келе бойдақ жігіттердің азғыруына берілмей тұру қиын болды. Әр кеш сайын олар жаңа қыздармен танысып келетін. Қысқа белдемшелі, тыртиған жейденің ішінен көрінген 2 анарының сызығы, бұралған бел. Артын бұлтыңдатып бізге қасақана от тастай қарайтын. Алғашында балаларым бар, әйелім бар деп өзімді тежесем де, бір рет құштарлыққа берілгеннен кейін бәрі өзгерді. Енді ішкі тыйымымды тыңдамаймын. Қыздардың әр кездесуде шарап ішіп, музыкаға билеп, жанымды жеп жүрген күйкі тіршілікті ұмытатынмын. Бірінің омырауына қолымды салып жіберіп, уқалап, екіншісін санын сипап қолымды жүрдетін болдым. Олар да соған әдейі ерік беріп, қылымсый күлетін. Әйелім телефон шалғанда көңілін бөліп жіберетін дейді. Қайдасың, жұмыстан қашан босайсың, сөйлесуіміз керек дейтін. Мен болсам, қазір уақытым жоқ, ауыр жұмыс істеп жүрмін деп қасқа қайратынмын. Ақшада қолда тұрмады. Базардан жүк тасып тапқан тиын тебенімнің біразы сауыққа кетеді. Үйге жіберген азғантай ақшаны әйелім жеткізе алмай қиналып жүргенін іштей білсем де, оны ойлағым келмеді. Қасымдағы жігіттер күн сайын осы өмірдің қызығы, қыз бен ішімдікте ғой деп күлетін. Мен де оларға қосылып, уақытша болса да бақытты кейіп танытатынмын. Бірақ шындығында әрбір түннен кейін ішім алай-дүлей, тәнім рахат тапса да біртүрлі, жүрегім ауырлап, әйелімнің жүзін елестеткен сайын ұят қысып, өзімді өзім жегідей жеймін. Алайда ертеңіне тағда сол қыздардан қоңырауы соғылып, бәрін ұмыттырып, көрпеміз жиып бүлкілдеп, рахатқа бөленіп жүретінбіз. Осылайша күндерім өтіп жатты. Сол кеш ерекше басталды. Ауылдас жігіттің туған күні еді. Жігіттер, бүгін тоқтамаймыз деп алдын ала дастархан жайып, арақты үстелге үйіп қойды. Кешке қарай 4 қыз келді. Қысқа белдемше, ашық көкірек, кірген сәттен бөлме іші қысып кеткендей болды. Бәрімізге иіс су аралас тәттілеп сезілді. Музыка гүрілдеп тұрды. Арақ бәрінен соң бәрі құйылды. Қыздардың күлкісі бізді одан сайын қоздыра түсті. Бірі қасыма отырып, жалаңаш иығын иегіме тигізіп. Бүгін туған күн ғой, көңіл көтерейік аға деді сыңғырлап. Қолым өзінен өзі оның санынан жоғары сырғып бара жатты. Ол болса шегінбей, одан сайын жақындай түсті. Бөлменің арғы бұрышында да дәл сондай көрініс. Жігіттер қыздарды құшақтап, еріндерінен өбіп, қолдары белінен төмен сырғып барады. Әрбір күлкі, әрбір сыбыр құмарлық отына май құйғандай. Алдымдағы қыздың омырауы ашылып, алшы дегендей дірдір етеді. Төзімім таусылды.
Қолымды екі анарына жіберіп умаждай бастадым. Ол ыңқылдап мойнымнан құшақтай түсті. Музыка үдей соғып, бөлме у-шуға толды. Бәріміз құмарлықтан мастанып, адамдықты ұмытқандай едік. Бір сәтке уақытта ұятта жоқ сияқты көрінді. Қыздардың денесі оттай жанып, жанымдағысы қасақана шалбарыма жармаса берді. Мен де оны құшақтап, төсектің үстіне қарай еңкейтіп, оянып тұрған серігімді шығара бергенде, дәл сол сәтте тарс еткен дауыс естілді. Бөлме іші жым-жырт бола қалды. Бұрылып қарасам, есік аузында әйелім тұр екен. Әйелімнің көзінен аққан жасты көргенде, бойымнан арақта, құмарлықта, маста лезде кетті. Әлі де қыздың жалаңаш бөксесін ұстап тұрған қолымды қалай суырып алғанымды білмеймін. Дереу шалбарымды киіп алдым. Қызда осымен болды ма деп сасып қалды. Жігіттер болса аңтарылып отыр. Есіктің алдында әйелім тасым сөнде қатып қалған. Жанымдағы қыз орнынан ұшып тұрып, сылқылдай күліп сыртқа шығып кетті. Басқалары да есікке қарай асықты. Аздан соң бөлмеде біз төртеуміз ғана қалдық. Бірақ маста ойын күлкіде жоқ, ауа ауырлап кетті. Әйелім ештеңе демеді, тек көзінен жас ыршып, сыртқа бұрылып жүгіріп шығып кетті. Есіктің тарс жабылған үні жүрегімді қақ айырғандай болды. Мен орнымнан қозғала алмай қалдым. Тәнімде әлгі қыздың иісі тұрса да, жанымда суық қорқыныш пен ар ұят қана бар еді. Сол түні үйге қайтуға дәтім жетпеді. Қайтып барсам бәрін жоғалтатынымды сездім. Бірақ әйелім әлдеқашан әкем мен шешеме барып болған жайдың бәрін айтып үлгеріпті. Әйелім таң атпай ауылға жетіп болған жағдайдың бәрін айтқаннан кейін, өзім болса мас басыммен басымды тауға да тасқа да соққандай қайда барарымды білмей қала бердім. Үйге кіргенімде төрде әкем отыр екен. Жүзімде мұң, көзі шарасынан шығып кеткендей. Қасындағы анамның беті ісіп кеткен, жылағаннан көзі қызарыпты. Ал әйелім төрге жақын отыр. Жүзінде қатаң шешім бар. Болды, мен бұл адаммен тұрмаймын, деді ол салқын үнмен. Қайда жүретінін, кіммен жүретінін өз көзімен көрдім. Бұдан артық не дәлел керек, деді. Жүрегім сол сәтте тас төбеме шығып кеткендей болды. Кешір, бір сәттік әлсіздік қой, балаларды ойлашы, деп жалындым. Әйелім көзіме тіке қарады да, мен ойладым балаларды, ал сен ше, ойландың ба? Балалар ондай әкенің үлгісін көрмесін. Ажырасамыз, балаларды да өзімен бірге алып кетемін, деді. Әкем кенет қатты жөтеліп сөзін әрең бастады. Қызым, сенің өкпең орында, бірақ қарашы, төрде отырған бізді. Біз 4 немеренің атасы мен әжесіміз. Сен кетсең, оларды да алып кетесің. Біз қара шаңырақтан айырылып, немересіз қаламыз. Бізді жетім етпе, деді. Дауысы дірілдеп барып тоқтады. Көзі жасқа толып, менің емес, келіннің аяғына жығылып, ашу үстінде шешім қабылдама. Өтінемін, кетпе, деп жалынды. Әйелім орнынан тұрып кетті. Көзі жасаурап тұрса да даусын қатайтып, мен балаларымды ғана ойлаймын. Егер олар үшін осы жерде қалу керек болса, қалармын. Бірақ мен үшін ол еркек өлді, деді. Сол сөз жүрегімді қанжардай қақ тіліп өтті. Сол күннен кейін біздің үйдегі тіршілік түбегейлі өзгерді. Бір шаңырақтың астында тұрғанымызбен біз енді ерлі-зайыпты емеспіз. Әйелім төргі бөлмеде балалармен жатады, ал мен қонақ бөлмеде жалғыз қалдым. Қаншама рет жанына барып кешірім сұрамақ болдым, бірақ әр жолы ол қабағын түйіп, жақындама, сен мен үшін жоқсың, деп шегелеп айтатын. Сол сөздер жаныма қанжардай қадалып, тәнімді тоңдыратын. Мен тірі жүрмін, бірақ өлгендей бетермін. Өйткені әйелімнің жүрегіндегі отты сөндіріп алдым. Екеуміз бір шаңырақтың астында тұтқындар секілді өмір сүреміз. Балаларға әке мен анасы бар, бірақ біздің арамызда тек қалың мұз ғана жатыр. Бір сәттік құмарлық үшін бүтін бір өмірді, отбасының жылуын жоғалтып алдым. Менің қателігім басқа жанға сабақ болса екен деп тілеймін. Құрметті оқырман, өмірден алынған шынайы оқиғаларды тыңдағыңыз келсе, менің арнама тіркеліп, лайк, комментарий жазып қолдап кетіңіздер. Арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.